Қайырлы күн. Тапсырмаға қарасақ, алғашқы цифрын өшіргенде 26 есе азаятын үш орынды сандардың қосындысын табыңыз дейді. Мысалы, бізде алғашқы үш орынды сан болса, яғни ол А, Б, С үш орынды санын алғашқы цифрын өшіріп тастасақ, бізде В, С қалады. Сонда ол 26 есе азайса, олардың бөлінісі 26-ға тең деген сөз. Енді осы жағдайдағы жалпы А, Б, С-лардың қосындысын табуымыз керек есептің шарты бойынша. Енді бірінші үш орынды санды біз 100А қосылған 10В қосылысы түрінде ала аламыз, және оны 10В қосылған С-ға бөлсек 26 шығады екен. Енді бұны ықшамдайтын болсақ, мен бірден жазайын. 100А 26-ны 10В-ға көбейтеміз, 260В, одан 10В-ны алсақ, минус 250В. Сол сияқты 26-ны С-ға көбейтіп, теңдіктің сол жағына жіберсек, минус 25С тең болады 0. Бәрін 25-ке бөліп, С-ны теңдіктің оң жағына шығарсақ, бізде 4А минус 10В тең С-ға. Енді осы жақта теңдіктің сол жағына қарасақ, әрқайсысы бізде жұп сандар. Яғни біз жұп саннан жұп санды азайтқанда жұп сан шығады, яғни С-ның жұп екенін білеміз. С жұп. Енді қарайық. Біз ең әуелі ең кіші санды табайық. Яғни оларды біз анықтау үшін, яғни бірінші цифрын алып тастағанда, үш таңбалы санды екі таңбалы санға бөлгенде 26 сан шығатын. Ол А-ның орнында неше бола алады, В-ның орнында неше бола алады, және С-ның орнында неше бола алады деген сұраққа жауап берейік. Ең бірінші А, ол ең кіші сан, ол 1 болса, мысалы 100 деп басталатын сан, ал В және С неше бола алады. Мысалы, А 1-ге тең болатын болса, осы жерде біздер мына іріктеу арқылы 4А минус 10В-ның С-ға тең болатын мәндерін анықтап көрейік. Яғни мына жерде А-ның орнына 1 қоятын болсақ, 4 азайтылған 10В тең С-ға. Бұл жерде, мысалы, біз ең кіші сан, екінші цифр 0 болса, мысалы, В 0-ге тең болса, С бізде нешеге тең болады? В 0-ге тең болса, С 4-ге тең болады. Яғни В-ның орнына 0-ді қойып, С-ның орнына 4-ді қоятын болсақ, біз тексеріп қарайық. 104 деген сан. 104-ті алдындағы бір цифрын кетіріп тастасақ, мына 1-ді, ол 4 болады. 104-ті 4-ке бөлсек, расымен 26 шығады. Енді осындай сандарды, үш таңбалы сандардың барлығын табу үшін біз 104-ті еселеп отырамыз. Яғни 104, 208, 3-ке көбейтсек 312, 4-ке көбейтсек 416, 5-ке көбейтсек 520, 6-ға көбейтсек 624, 7-ге көбейтсек 728, 8-ге көбейтсек 832, және 9-ға көбейтсек 936. Енді осы сандарды қосындысы біздің есебіміздің, бұның жауабы 4680 деген сан шығады екен.